Selam dostlar, бүгін біз сосиска тесте дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 1 пиала жылы су, 1 қасық тұз, 2 қасық шекер, 2 қасық аштығын салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Араластырып болған соң, жақсылап тұрып қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң, оның бетіне май жағып, жақсылап тұрып сүлгімен орап аламыз. Жарты сағат қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін сосискамызды дәл осындай бөліктерге кесіп аламыз. Кесіп алған соң жаңағы ашқан қамырымызды 1/4 бөлікке бөліп, бірінші сосиска тестемізге көшеміз. Ол үшін жаңағы 4 бөлікке бөлген қамырымыздың біреуін алып жаямыз. Жайып болған соң, оны осындай ұзынша етіп кесіп аламыз. Ұзынша етіп кескен соң, оның қақ ортасынан видеодағыдай етіп бөліп алсаңыздар болады. Екінші сосиска тестеміздің қақ ортасынан бөліп, екінші қамырымыздың бөлігін алып, оны бірдей етіп 4 бөлікке бөліп аламыз. Бірдей етіп 4 бөлікке бөліп алған соң, керек емес жерлерін алып тастаймыз. Кейін табанын майлап, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып духовкаға саламыз. Үшінші сосиска тестеміздің ортасынан қақ бөліп, тағы да бөліп, дәл осындай бөліктерге бөлеміз. Кейін қамырымызды жайып болған соң осындай бөліктерге бөліп алсаңыздар болады. 4-ші сосиска тестемізге қамырымызды бірдей етіп 4 бөлікке бөліп алған соң, сосискамызды қиғашынан бөлеміз. Табамыз екінші рет майлап, сосиска тестені қойып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста 30 минутқа духовкаға саламыз. Астарыңыз дәмді болсын, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де менің YouTube каналыма жазылуды ұмытып кетпеңіздер. Сау болыңыздар.